Бұл қазақтың батырлары Қарасайдың туғанына 421 жыл және Ағынтай батырдың туғанына 420 жыл толуына орай Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қабырғасында Ұлы даланың хас батырлары атты республикалық ғылыми тәжірибелі конференция өтті. Конференция жұмысына көрнекті ғалымдар, белгілі қоғам қайраткерлері, тарихшылар, өлкетанушылар қатысты. Қарасай батырдың дүниеге келген жылы 1598 жыл қазақ хандығының тарихындағы айтулы датаға жатады. Осы жылы Тәуке ханның Мауреннахрда жасаған жорығы сәтті аяқталып, Аштарханилық әулеттен жасалған келісім бойынша Ташкент қаласы мен аймағы бүкіл сыр бойындағы қалалардың өңірі қазақ хандығының құрамына түпкілікті түрде қосылады. Осылайша бір жарым ғасырға созылған сыр бойындағы қалалар мен жайылымдар үшін күрес қазақ хандығының жеңісімен аяқталады. Отандық тарихнамадағы осы кезеңде қазақ халқының этникалық аумағының қалыптасуының аяқталған кезі деп санайды. Ал хандық тарихының келесі кезеңдері осыншама зор аумақты қорғаумен өтеді. Қарасай батыр да осы ел қорғау жолындағы сөздерде белсенділік танытқан және осы белсенділік арқасында қазақ тарихында қалған. Конференция барысында қазақ батырларының өмірі мен қызметі туралы сөз қозғалды. Іс-шараның басты мақсаты өскелең ұрпаққа қазақ батырларының қызметін, өмірі мен замандастары туралы ақпарат беріп, көрнекті тарихи тұлғаларды мәңгі есте сақтауға атсалыстыру. Ал ендеше мына Қарасай батыр, Ағынтай батырлардың ерлік жасаған заманы бұл 18-ші ғасыр емес, бұл 17-ші ғасырдағы қазақ пен қалмақтың арасындағы болған шайқас оқиғалары. Ал енді осы оқиғаларды біз дұрыс сабақтап түсіну үшін біз әртүрлі тарихи деректерге сүйенеміз. Ал тарихи деректердің қазақтағы негізгі түрі ол әрине шежірелік аңыздар, батырлық жырлар, әртүрлі жаңағы тарихи хикая әңгімелер содан құралады. Бірақ біздің қазақ халқы осындай жаугершілік заманды басынан өткергендіктен олар хат жазып хаттап отыратын уақыты да мүмкіндігі де керемет көп болған емес. Сондай-ақ биылғы жылы Айыртау ауданы Қарасай ауылында Қарасай және Ағынтай батырларға арналған мемориалдың ашылғанына 20 жыл толып отыр. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.